Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен бірге мен Мадияр Пернебай. Сіздер сериалдың қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің видеомыз влог жайлы болмақ. Біз қалай Мәскеуге барып келдік, не істедік, не жұмыс жасадық, оның барлығын видеосын толықтай көретін боласыздар. Алдымен видеомызды бастайық. Жалпы айтқан достар, әрине алдын ала кешірім сұраймын. Бұл арнада 2 ай болыпты видео шықпағалы. Оның өзінің себептері бар. Енді бізде көлік болғаннан кейін, білесіздер, қазірдің біздің арнада өзіміздің серия болып қана проекті болып жатыр. 99 шаруасы давно өсіп қалған, одан кейін Жигулин давно өсіп қалған. Бүгін енді достар, енді бізде серия болып қана болғаннан кейін, серия болықта осы 2 айдың ішінде кішкене бір проблема пайда болды. Яғни айтқанда, көліктің кішкене сәл-сәл компьютер жағынан кішкене проблемалары пайда болды. Сол проблемамен айналып жүргеніме былай қарасам 1,5-2 айда уақыт өтіп кетті. Сол себептен бұл арнада видео шыққан жоқ, ешқандай нәрсесі өзгерткен жоқпын. Енді қайтадан қолға алатын боламыз. 2022 Құдай қаласа біздікі. Алдағы уақытта тағы да бұл каналға новый проекттер қосатын боламыз, тағы да новый көліктер алатын боламыз деген сияқты. Мүмкін болса, сіздерден керемет қолдау болса, дәл осы арнада біз биік белестерді бағындыратын боламыз. Олай болса көп сөйлемейік. Бүгін біз Ресейге аттанғалы жатырмыз. Не себептен, не жайлы болмақ, оның қазір видеосына толықтай өздеріңіз көретін боласыздар. Бір жағынан Мәскеуде көру, ол біздің арманымыз деген сияқты ғой. Жалпы видеоның тақырыптан өздеріңіз көріп тұрсыздар. Біздің дүкеннің ашылу жайлы, немесе Мәскеудегі влог. Жалпы бұның барлығы бір нәрсеге байланысты. Яғни біздің дүкеннің ашылуына. Ол қандай дүкен, не жайлы дүкен, оны кейін видеоны көріп отырып түсініп жатасыздар. Ол болса жақсылап ыңғайласып отырып алыңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Ал видеомызды бастағанша достар, сіздерге керемет жаңалығымыз бар. Қазір таңда достар, білесіздер, төменде бекітілген комментарий сілтемеге кіріп, менің арқамда серия волк деген промокод теретін болсаңыз, сіздерге біздің арқамызда дайындап қойған 260 мың теңгелік бонустық сыйымызды алатын боласыздар. Оны алу үшін білесіздер, өздеріңіздің шоттарыңызға кем дегенде 1000-2000 теңге салатын болсаңыздар, сіздерге біздің арқамызға дайындап қойған депозиттік бонусымыз бар. Сол себептен достар, осы сіздерге сәттілік тілейміз. Ал біз видеомызды бастаймыз. Ал достар, біз аэропортқа келдік. Международный аэропортқа осы жерден тікелей Ресейге, Москваға жататын боламыз. Мына жерде мінекей паспортымызбен уже регистрациямызды өтіп алдық. Олай болса қазір жолымыз болсын деп қойыңыздар. Кішкене даже Мәскеу қаласын алғаш рет көруіміз, әрмен қарай тікелей өз жұмысымызбен Тольятtiге аттанатын боламыз. Шынын айтайын, бірақ Москвада бүйтіп самолеттен түсіп аэропорттың ішіне жаяу кіреміз деп ойламаппын бар ғой. Мына жерде мына алдымызда 2 этажды самолет тұр. Кеттік автобусқа мінейік. Даже біздің Астананың өзінде жаңағы через коридор арқылы самолетқа мінесің. Анда ешқандай далаға шықпайсың. Ал Москвада кім ойлаған мұндай болады? Іші біздің Астанадағы мега бар ғой, үлкен. Содан екеуі келе бар, білесің, байқадың ба? Айналып жүресің, былай айналып жүрсің, былай айналып жүрсің. Действительно үлкен екен бірақ. Бірақ енді бағанағы минус болды. Самолеттен түсіп аэропортқа автобуспен келгеніміз қате болды, бірақ бізде арғы басқа жету үшін просто келіп маған келіп шығасың, болды, арғы өз жеткізіп береді. Өз алып кете береді екен. Мынандай гирляндылар іліп, бұл жақта енді онда жаңа жылдың атмосферасы кәдімгідей сезіледі. Басында бір айта кететін жайт, уақыттан шатастық. Ужав біздің уақыттан 3 сағат артта. Мен неге бұл аэропорттың условиясы сондай деп ойласам? Алтақ достар, мінекей біз өзіміздің мына жерде российский сим-картамызды қосып алдық. Смело сторис тұра берсек болады. енді қайда жүреміз? Жол тұрмегенде кімнен көмек сұраймыз? Тугизден. Мына жерде сим-карта ар жақтан бір вход тұр екен, шығып кете салайық десек. Нар жағы вокзал? Сол үшін үлкен болып тұрғаны. Сонда бір неде, точкада аэропорт, вокзал бәрі бірге. Алтақ достар, мінекей аэропорттан шыға салысымен старт такси тағыз бердік. Осы өңірде қырғызсың ба? Сразу білдік. Либо қазақ, либо қырғыз. Шақи шақырғанда Мұрат деген кісі келіп отыр. Ал брат Кремльге ғой. Андай прям ортасынан ше, Москваның жүрегіне брат. Анда қаланың дерсі жерден алғаш, андай көрсетіп андай жатыр. Сен бара тұрған жеріңді қайсы екен, осы жерде? Кремльге ғой. Алдысаң мінекей Ресей Федерациясының государствосының алдынан түсіп қалдық. Енді қазір біз Қызыл площадьқа қарап. Кез келген Москваға келген адамның өзі Қызыл площадь көргісі келеді. Менің негіз бала кездегі арманым осы площадьтағы жаңағы жеңіс күніндегі парадты көру болатын. Ал мінекей Қызыл площадь ма не дейді мына жерде? Қаншама да экраннан көресің, оны келіп өз көзіңмен бір көріп кеткен енді басқаша екен. Мінекей достар, әлемге әйгілі әр жыл сайын парад өтіп тұратын площадь. Мінекей дәл осы жер. Красный площадь деп аталады. Енді әр неде парадты экраннан көрушек келіп өз көзіңмен көргенге не жетсін. Ал мына полицейлер лицензияңа тиіп шашат саған әйелдер бар ғой, сондайлар. Мына жерден халықтардың айтуы бойынша мына жерде бізде
Ленин жатыр. Естуімше қателеспесем, Ленин деген бұл жерге қанша рет көмсе де жер оны қабылдамаған. Сол себептен денесі осы жерде жатыр. Досым фотоға түсетін түсіп алдық от души. Оның фотоның барлығын білесіздер, біздің Instagram парақшамыздан көре аласыздар. Естуші сілтемесі описаниеда. Ал мына жақта бізде кішігірім ярмарка отыр. Орыстардың ярмаркасы не сатылады екен көрейік. Мына жердің өлеңнің өзі қандай тамаша. Мысалы, орыстардың өздерінің ұлттық өлеңдерінен ешқашан ұялмайды. А біздің қазақтар ше? Өзіміздің ұлттық өлеңді қоюға ұялады. Ал енді біз енді көретін жерді көріп қыдырып фотоға түсіп сторис барлығын түсірдік. Енді біз өз жұмысымыз бойынша вокзалға аттануымыз керек. Метромен, вокзалмен бару үшін қалада таксимен, пробкамен барған не резон, сол себептен давайте барамыз. Метросында көрейік. Охотный ряд. Охотный ряд деп аталатын остановкадан, яғни айтқанда жаңағы Кремльдің қасынан метроға түсіп баратырмыз. Байқасаңыздар, бұл жердің лестницасы кішкентай. Біздің Алматы метролар дейтін жердің астында кетесің ғой. Бәрі метромен жүретін. Жердің үсті пробка, асты да пробка сияқты. Ана метроның өзінде былай боп. Қарасаңыздар қаншама халық. Қай жаққа қарап жүрсіз? Былай. Алматы метросын көргенсің бе? Бірінші рет метроға отырдық. Серьезно? Алматыда көрмегенсің бе? Көрмеген сен ше? Алматы метросы кішкене сәл свежий жаңалау. Мынау енді ескілеу екен. Енді қарасаң, зданиясының өзі Совет үкіметінен кейін. 4-ші остановкадан сөйлеген. Қазір 4 остановкадан кейін біз вокзалға жетеміз. Хотя пробкаға тұрып қойсын ұшады ғой. Осылай келе салатын адам екен ғой, а? Еще қайда эконом екен ғой, бұл білесің ба? Жай тұрмай бір пранктан ұрып емедік па? Бірден иығына бар жатып қалмайды. Тиктоктағыдай ма? Негізі андай тек қана кино көрушек біз метроға отырып сурет салып отырған адамдар. Шеш нөмірде де бар екен. Аман көбінесе байқауымша жұмысына асықса адамдарға метро өте ыңғайлы. Бір жағынан да метромен жаңағы қарапайым халықтар жүру мүмкін. Бағасы небәрі 60 рубль. Ал таксиді жаңа көрдіңіздер 1200 рубль дейді, сұмдық енді. Ал короче вокзалға да жеттік. Мына метро қазір ұшады қазір. Енді рульде ешкім жоқ қой? Рулінде ешкім жоқ қой еді? Ойла, Чина қайда? Чина қайда? Қақтасыр аты? Не істеп кетті? Жүрсе. Жоғалып алайын деді қой. Орыс тыңдап қоймай жатыр. Қазір мінекей біз Кавказская вокзалға келдік. Енді осы жерден әрмен қарай Тольяттиға жол тартатын боламыз. Өзіміздің жұмыс барысымызбен. Десек те бірақ Мәскеу қаласын көрдік, халқын көрдік, атмосферасы күшті екен. Бүгін 1 декабрь, уже бұл жақта жаңа жылдық атмосфера бастап кеткен. Ал енді өзіміздің Ладаның, Приоралардың отанына Тольяттиға аттанайық. Қалай қарай жүреміз? Оңға, солға. Казанский вокзал деген ғой. Казанский, Комсомольский ше. Алтай олай болса пойызда біз жейтін тағамдарды алу үшін андай бір керемет супермаркетке келдік. Ең бастысы қара шошқаның еті ма, қойдың еті ма, бір қойдың еті жоқ етке қошым жоғалмау. Абайлау керек негізі, байқамай кінә жасап қойып, сол сөйтіп тамақ алғанда абай болу керек. Негізі пойызда ең ыңғайлы тамақ бізде роллтың. Дашырақ, вот міне. Осыдан екеуі ма, төртеуі ма? Неме қандай етпен? Міне говядина дейді. Вкус говядина. Все, ала берейік. Роллтын алдық па? Келесі енді нан алу керек. Роллтын беремін, негізі лапша ғой. Нан алу керек. Нан алып кеттің ғой. Сушняк аласың айға. Қалаған қандай соғымыз? Бірақ негізі байқағанымша, байқап отырсың ба? Біздің Қазақстандағы сулар бұл жақта жоқ, Иә, көп. Бұл жақта вообще басқа жағындай сулар бар ғой. Макси чай дейтіндер жоқ. Даже Фантаның өзі қараңыздар қандай. Басқаша андай ше. Пепсидің басқаша сары бар бөлек. Қиын екен шетелде күнде өзің отандық өнімдерді жеп. Спрайттың андай түрін айтасың. Еще мынаны қараңыздар, қандай өтір шығып кеткен спрайттың. Біз кәдімгідей ана супермаркетке обзор істеп кеттік қой. Давай сушняк алайық. Давай. Осындай бір малиночный бір фьюз деген көрейік енді. Малина мята дейді. Печи деген чипсы дейді. Узбечка деп оқыдым ғой мен. Дата өзіміздің ағайындарды сағындық. Қырғыз өзбек ағайындарды сағындық. Айран алайық. Бір кефир жақсы бір кефирден. Міне тұр ғой. Обычный классика коланың өзін қараңыздаршы. Басқаша вообще басқаша. Бұл или новый мынау. Жақында біздің Қазақстанға келетіндер мұндайлар. Кәне айрандар қайда, кефирлері қайда? Вот қазір ужин ішеміз, завтрак ішеміз, сонымен Тольятти ассалаумағалейкум деп күтіп алса. В общем, сатып алған заттарымыздың барлығы мінекей. 2 пакет шықты. Енді осымен жақсылап пойызға жайғастырайық. Бір сағаттан кейін уже пойызымыз жүреді. Казанский вокзалымыздың жағдайы енді бұл жерде Совет үкіметінен қалған екен ескі. Бірақ прикольно әдемі көрінеді екен андай. Бұндай вокзалда негізі бұрын соңында киноларда, андай советский ескі кинолар бар ғой. Сосын мафия ойынын кім ойнаған компьютерде мафия 2 деген. Сол жерден дәл осындай вокзал көргенмін, міне қараңыздар. Және де бізде пойыздың басы да андай ескі пойыздар екен, қараңыздар андай. Баяғы заманский. Как будто көмір салып жүретін пойыздар бар ғой, соған ұқсайды екен. Бірақ андай ше кәдімгідей әр жерде адам көп жүрген сайын атмосферный андай уютный көрінеді екен. Бізде Қазақстанда ондай емес, кейбір жерлерде адам жоқ болса да мертвый,
қызық емес, серый атмосфера көрінеді. Маған да бүгін Мәскеудегі күніміз ұнап отыр. Адам көп, халық көп, атмосфера дейді тамаша. Бірақ единственный бір ұнамаған нәрсе достар, бұл жерде бізде мысалы біреуден барып бірдеңе сұрайық десек, білмеймін, не знаю. Қандай. Адамдар жесткий да, жауап бергісі келмейді. Біздің қазақтардың әсіресе оңтүстік қазақтардан сұрасаң, ана жерде жүр көрсетші, ана жерде оңға бұрыласың, прямо жүрсің, солға бұрыласың, бәрін айтып береді. Алтыр достар, пойызға жайғасып болдық. Бір күніміз чисто жолмен өтіп, де шыққан самолетіміз. Таңертең Россияға жеттік, одан былай Москвада былай жүріп шаршап, в общем, енді ұйықтаймыз. Таңертең енді Тольяттида жұмыстар бітіретін боламыз. Өзімізбен келген ең басты мақсатымыз сол жақтан негізі. Тем более жаңа жаурап күндіз кішкене сәл мазада қашты, мұрын деген барқылдап. Ой болса, ұйықтайық, қайырлы түн. Ертең таңертең құдай қаласа Тольяттида жолған боламыз. Давайте. Ал қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Мінекей бізде уже Тольятти қаласына жақындап қалдық. Қанды уже енді жұмыстарды бітірейік. Кеше самолетпен күндіз туда-сюда жүрдік, короче, тем более Мәскеу қаласына күн жылымай деп кішкене сәліп что-то алып қалған жайымыз бар. Енді қазір енді ұйқымызды қандырып, есімізді жинап тамақ ішіп алдық. Қазір енді бір сағатта ма уже Тольяттиға түсеміз. Ал мына жақта біз жолда келіп қарап отырсақ достар, Москва дейтін, Ресей қаласы дейтін межгород полный орман екен. Ал welcome to Тольятти ма? Тольятти ма? Ачур. Ана қараңыздар, Тольятти қаласына келдік. Ресейге келгеніміздің ең басты мақсаты осы да. Жаңа бизнестің бастауы. Таза ладалардың отанына келдік. Енді құдай қаласа. Алдағы уақытта осы Мадлада өзіміздің дүкенде Қазақстан бойынша нөмір 1 шығарып отыратын боламыз. Сол себептен білмейтіндер болса, төмен Instagram қалдырып кетемін, кіріп жазып қойсаңыздар болады. Ал біз жұмысымызға кірісейік. Опа, гостиница жайғасып алдық достар, мінекей шыңғыз өлеміз. Не де болса бізге ұйықтайтын жер болса болды, короче, спальня кровать керек емес, сосын арнасын бөліп алдық. Короче, достар, мінекей жататын жерді тауып алдық, аман есен. Енді понедельникке оқып түсеміз ба? Понедельникке Тольятти едеміз ғой. Если что, келіңіздер, Тольяттиде күтіп аламыз. Местный болып кеттік қой, уже былай қарағанда. Алғаш келген қонақтарды өзіміз негізді АвтоВАЗдың музейінен бастаймыз. Әлі өзіміз армаға уже. Давай бидек ертеңге цель музейге барайық. Ақыр конкретно Тольяттидегі влогымыз бар. Ертеңгі целіміз біздің АвтоВАЗдың жаңағы несіне барамыз. Алтай көсімінеке жаңа гостиницаға да жайғасып алдық. Бұл жерде ана жаңағы гостиницадан айырмашылық жоқ. Сол баяғы жататын екі төсек. Қазір достар біз енді қай жақтан аламыз? Алдыменен қазір біз АвтоВАЗдың заводына барамыз. Ол жерде не дейді екен? Соның қасында музей бар екен. Музейден де бірінші алдыменен көріп алайық, қандай машиналар бар, не бар екен. В общем, біз 3-4 күнде Тольятти қаласына болатын боламыз. 3-4 күнде Тольятти қаласында не істейміз, не болып барлығын толыққанда көретін боламыз. Ал сіздер экранның алдынан алыстамаңыздар. Тольяттидің бір ұнаған жері бағасы біздің өзіміздің Астананың бағасы сияқты. Тіпті кейбір кезде одан да арзан. Мынаны қараңыздар, Яндекспен такси заказ бердік, серый Гранта келіп жатыр. Бағасы бізде не бар 49 рубль. Яғни 50 рубль. 50 рубль дегеніміз теңгеге айналдыратын болсақ, алтыға көбейтсе примерно бір 250-300 теңге ғой былайша айтқанда. Бірақ кей кезде бұл жақта максимум бір біз қанша төледік кеше? Қаланың арғы басынан бергі басынан 200 рубль төледік. Ол дегеніміз 1200 теңге. Ну, былай нормально. Ал Москвада ценаны білсеңіздер, 1200 рубль деген. Какой-то ана жақтан ана жаққа қарап 6000 теңге. А бизнес класстарың 6000 рубльмен жүреді. Бизнес класс шақырасың, 36 000 теңге төлейсің. Ал келдік, мына жерде музейдің сырты қап-қара бір түрлі екен, бірақ жаңа таксисткісінің айтуы бойынша бұл оның ішінде көліктердің музейі бар. Ал ана жақта жаңағы аспанда жерде ашық жерде орналасқан танкілердің музейі бар дейді. Танкінің музейін көру менің бала кездегі армандарымның бірі. Мен негізі бұрыннан танк ойнап, осы танк туралы қызық, соғыс туралы кинолар көп көретінмін. Мына жерде қараңыздар, ана көріп тұрғандарыңызда Лада завод, ана жерде автозавод бар. Жаңа офистері мына жерде 35 000 адам жұмыс істейді екен, прикинь. Заводтан бір-ақ штук шығарады, оны сатылымға шығармайды. Осындай завод музейге қойып қоятын Ладаның түрлері бар екен. Қазір соны бірге өзін тамашалап көретін боламыз. Мына жерде қалай басталды, қай жылы басталды, ең алғаш көліктер қалай, немен басталған, қай жақтан алып келген. Негізі естуімше алғашқы копейкалар ВАЗ 2101. Ең алғаш 1970 жылдары басталған. Один из первых автомобилей серийной сборки. Менің осыны бір жерден оқығаным бар, естуім бар. Негізі алғаш дәл осы копейкаларды Италиямен бірігіп отырып жасалған. Мінекей мына жерде қараңыздар. Мына қазір сіздердің көріп отырғандарыңыз осы АвтоВАЗдың алғашқы стройкасы. Қазір бұл дегеніміз дамып кеткен. Үлкен жаңа біздің көрсеткен здание бар ғой. Соның мына жерде макет тұр, қараңыздар.
төбесіне как положено Ладаның логотипімен. Осындай көк здание. Бұл біздің офисіміз. Енді бұл жерде біз ешқандай гид жалдаған жоқ. Біз енді өзіміз бар өлкеміз салатын боламыз. Мына жерде оқып ақпараттың барлығын қыздар түсіндіреміз. Бұны әттең ашып көріп отырып көргім келеді, бірақ рұқсат берілмейді ондай нәрсеге. Кім көрген? YouTube'да бір не бар ғой. Осы автомобиль бірінші өзі 8-ка, 9-ка дейтіндер қалай шыққанын ше, соның рекламасы бар. Мен по-моему көрген бір жерден. Қазір жерде егер де ақпарат таба алсам, мына жерге фрагментін қойып кетемін. Алғашқы дәл осы 9-ка, 8-ка дейтіндер бұлар Porsche компаниясымен бірігіп жасалған. Сіздердің 9-ка, 99 8-каларыңызда мынандай бар ма? Фарыңыз ластап қалған кезде фараға арналған дворник. Салон кожаный, роскошный, қоп-қоңыр салон. Вот Porsche сондай емес пе? Қоңыр салон, қызыл салон шығаратын емес пе? Солармен бірігіп жұмыс жасалған көрініп тұр. Қоңыр салон. Мынау бізде 91 жылы заводта жұмыс істеген адамдардың аттары жазылған. Мына көлікте қараңыздар. Жақындап қарайтын болсақ, Кузнецов, ВД, Рамионов, АИ, Савелинова дейді, короче. Долпополов, Летющкин, ВФ, Власюк. Ё-моё. Мынандай істеп аламыз да бізде, по идее, да? Бір осындай бір копейка ма, бір осындай машина алып, Отан соғысының ардагерлер аттарын жазып алсаң. Чё там? Қараңыздаршы, Буров ПА дейді, Памыткин АН дейді, Сычев ВВ дейді. Датауы мына жақта машинаның бар ғой, датауы мына жерде машинаның ішіндегі запчастарынан робот құрастырған. Қараңыздаршы, ручкасынан қолын істеген. Не затта? Моторчиктен, дроссель қателеспесем, дросселден бірдеңе істеген. В общем, айтқанда робот құрастырған. Ручка, робот собран из автомобильных деталей. Талант деген жатыр екен ғой. Макет ручной сборки. Цвет головой металлик. В интерьере использованы кожа, замша. Да, машинаның салоны кожаный. Оқығаныңыз қожа. Өзім түсін отырмын. 21-108 деген көлік көргейсіздер ма? 21-108 деген көлікті көргейсіздер ма? Көрмегейсіздер. Бізге негіз айтқанда, точно алғаш көріп жатқан кезде сіздер бұл жерден дәл сатылымда шықпаған Қазақстандағы жоқ көліктерді көре аласыздар. Оның бірі, мына қараңыздар, 21-108. Яғни айтқанда бұл несімен ерекше. Люмизин сияқты арқасы кәдімгі Mercedes S-кластар бар ғой, арқасы кең болады, аяғың қысылмайды, смело. Кожаный салон, президенттерге, жоғарыда жұмыс істейтіндерге арналған. Сондай-ақ келесі біздегі өзіміздің сүйікті көлігіміз Lada Priora. Но неге 27 миллион? Ойлаңыздаршы, АвтоВАЗ дейтін почти. Мынау 27 миллион іші. Қазір енді новый Гранта, новый Веса санайтын болсақ почти 30-дан арыға пар десе ондай. Мына жерде бір байқағаным 21-723. Ондай мені көрмеппін. Мен көргем 21-704-ті көргем. 723 дейді. Бұл несімен ерекше екен. Сосын сіздер есіңізде ма, менің бір ретте сериал осы каналда барлығымыз эссе дейтін нәрсеге спорласып қалған болатынбыз. Мына біздің эссе дегеніміз не мағына береді? Осы жерде конкретно спорласпайтын шығарсыздар, өйткені біз Ладаның отанында, Ладаның заводының музейіндеміз. Special Edition деген мағына береді. Бұны қазақша аударатын болсақ, базовый комплектация деймін, сондай мағына береді. Сондай-ақ мына жағымызда бізде Калина Спорт. ಅಥವಾ алдына ат жазылып тұр, либо қол қойылып тұр. Яғни айтқанда барлығымыз білетін өздеріңіздің Владимир Путин, Ресей елінің президенті. Мінекей просто фотосын қойып қойыпты атауы. Дәл осы көлікпен 200 км жүрген. Бізде де мысалы бар ғой, біздің президенттің музейлеріне кірсеңіздер, президентіміздің алғашқы машинасы дейтін жаңағы түрлі-түрлілері бар. Оценив ходовые качества автомобиля, оставил на капоте автограф и сказал: выглядит как цыпленок, а летает как ласточка. Мына жақта бізде Калинаның өзі, обычно как заводской. Мынау неме енді 0-0-0-0-1-0-0-1 кеткен. Бұл не мағына береді? 18 қараша күні 2004 жылы шыққан көлік қателеспесем. Бұның ешқандай ақпарат жоқ екен. Екі Калинаға бір ақпарат кетіп қалған шығар, может. Бұл енді обычный түрі. Алғашқы шыққан Калиналар. Вот міне простой түрі. Енді қазір Калиналар вообще басқаша ғой. Бұда особо қызық жоқ, айтатын ақпаратта жоқ екен. Сол себептен бірден Ниваға өтейік. Мына Ниваға да қарап бір таңғалып отқан жерім, сіздің Ниваңызда осындай нәрсе бар ма? Фараңыз ластанып қалса, фараның сүртетін, тазалап жуып беретін дворник. Еще мына жерде тағы бір Ниваны көріп тұрмын. Антарктидада жиналған Нива. Қараңыздаршы, СССР кезінде, СССР деп қойыпты, 1990 жылы жиналған, 2001-ге дейін 10 жыл жұмыс істеген. Краскасының өзі қашқан. Негізі Нивалардың ішінде маған ұнайтын марка осы. 4 есікті, кәдімгідей 4 адам отыра алатын, смело. Бұл бізде 99 жылғы көлік, ничего особенного, но мына жерде тюнинг-центр РРТ деген жерде доработка жасалынған. Төбесінде фонарын қойған, алдында бампер түсіп тұрақ. Бізде Lada Granta.
Лада Гранта 90-21-90 маркасын білесіздер. Бұл бізде 2011 жылғы көлік, АвтоВАЗ. Бұның да особо ерекшелігі жоқ деп ойлаймын. Бірақ бір түсінбей жатқаным, мынау не мағына береді? 001, 0001 деген. Наша Лада Гранта, АвтоВАЗ. Даже сіздер таң қаласыздар, айтсам. Ладаның өзі мынандай көлікті құрастырып шығарған. Яғни қандай Пони Лада. Пони Электро. Детский автомобиль для аттракционов изготовлен про АвтоВАЗа. АвтоВАЗдың өзі мынандай көлікте құрастырып шығарған. Мына жерде біздің Ладаның ойыншықтары бар. Мына қараңыздар, мынаның барлығы бізде жаңадан шыққан Фесталар, X-Cray, Cross, мынау Калина, вот біздің Приора вот. Мен осы қойынша осы ойыншықтар сатып алғым келеді, бірақ Приораны таппаймын. Көп жерде білесіздер, өздеріңізде көп жүрген шығарсыздар. Ладаның шоқасы. Бүкіл жерде сатылады ойыншықтар. А вот Приоранкын еш таппаймын. Қай жерде жүрсем таппаймын. Сатамын дейді ғой, қазір алып кетемін негізі. Так, сондай-ақ мына жерде бізде коробка моторының түрлері бар. Алғашқысы бізде мінекей копейкада тұрған біздің карбюратор моторлар. Алғаш бізде 95 жылы шыққан мотордың түрлері. Одан кейін бізде мынау ВАЗ 311 дейтін не көлік бұл. Двигатель РПД ВАЗ 415. Айтады, мына жерде естіп көрмеген, түрін көрмеген көліктердің моторлары. Мынандай ат естіп көрмеппін. ВАЗ 415 дейтін қандай көлік бұл? ВАЗ 8. Мынау өзіміздің обычный 8 клапандық моторымыз. Мынау біздің Приораларда, десяткілерде тұрған мотор. Коробкасымен бірге қосылып тұр. ВАЗ 341. Мынаны естіп көрмегенсіздер, бірақ моторы біздің қарапайым, там четырнашка, 8 клапанды Гранталарда болатын моторға ұқсайды, бірақ басқаша. Вообще басқаша. Мынау енді Нивалардың коробкасы қойрық, қателеспесем. ВАЗ 21 дейді. Да. Алдысы мінекей музейден шықтық. Сіздерге қолымыздан келгенше көліктердің барлығына ақпарат бере алдық деген ойдамыз. Одан бөлек достар, бұл жақта сіздер көрмеген өте керемет көліктері бар. Олардың барлығына обзор жасап болғаннан түсіріп шықтық. Оның өзі бөлек бір ролик болып шығатын болады. Так, достар, мінекей мына жерде біз артымызда тұрған Пламия деп аталатын авторыныққа келдік. Ішіне барлығын қарап шықтық. Бұл жерде де өздері жеке-жеке жұмыс істеп жатыр. Оптоммен жұмыс істейтін адам жоқ. Так, біз алдын заказ беріп жатқанбыз. Енді осындай кішкентай магазиннен заказ беріп жатқанбыз. Бұл жолда өзіміз келіп контрактты договорға отырып, покупканы деп алып кетеміз деп ойлағанбыз. Сөйтсек, болмайды екен. Енді қазір достар, біз енді осы Ладаның жалпы АвтоВАЗ шығаратын жерге баратын боламыз. Заводтарына. Мына жақта қарап көріп тұрғандарыңызда мынаның барлығы завод. Әлгі біз айдап жүрген Ладалардың бәрі осы жақтан шығады. Міне жүрегі Ладаның отаны. Так, достар, короче, офисіне кіріп шығайық десек, оказывается, уже тек қана мынандай ЛАДА-ВАЗ офисіне жұмыс істейтіндер қандай кіргізеді екен. Мысалы, бізде военныйларды КПП болады ғой. Сен анау-мынауын тексереді, короче, сөйтіп жұмысқа кіргізеді. Телефоныңды алып қалып, ананы алып қалып деген сияқты сол сияқты нәрсе екен, бұл жерде кіргізбейді ешкім деген. Запчастар сатылмайды дейді, бұл жерде тек қана сол ЛАДА компаниясын жүргізіп отыратын офисте жұмыс істейтін кісілер ғана. Мына көліктің бәрі соныкі, соларды қараңыздар. Енді біз тағы да бір вариант бар. Железный дейтін не бар екен. Жаңағы оптом запчасть сататын жер бар екен. Қазір енді сол жаққа барып көреміз. Ал құрметті достар, сіздерден мен бір кішігірім кешірім сұрағым келіп отыр. Өткендегі музейден шыққаннан кейін дәл осы жерден жалғасып отыр. Біз кеше күні бойы жүгіріп қалдық. Запчастардың барлығын фураға артамыз дегенше видео түсіретін мүлдем уақыт берген жоқ. Біз Тольяттиға не себептен барғанымызды түсінді деген ойдамыз. Яғни айтқанда біздің өзіміздің Лада дүкеніміздің товарларын біз тікелей Тольятти қаласынан алып кетеміз. Бір жағынан сіздерге ол дәлел, факт, ешқандай китайский товар емес, бізде барлығы российский оригинальный товарлар. Сондай-ақ мінекей біз қазір Самара қаласына келдік. Тамақтанып, ары қарап біз границаны өтіп өз елімізге оралатын боламыз. Короче, тамақ жеу KFC-ге келдік. Осы жер халал болғаннан кейін, тауықтың еті болғаннан кейін, мына жерде қорқасың, көп жерге барып тамақ жейсең, бәрінің ішінде шошқан етін қосып жібере береді екен. Сол себептен KFC білетін жер, KFC-ге келдік. Әсіресе Ресейде Макдональдс жеуге кеңес бермеймін. Бұл жақта кейбір нәрседен шошқан етін жасайды, сол себептен өзіміз білетін тауықтың етін істейтін KFC-ге келдік. Қазір тамақтанып аламыз, жақсылап күшіне аламыз. Ал алдыңа ас қойдық, екі қолды бос қойдық, 2 килограмм KFC делай десе. Ал осы десе тамақ жеп алайық. Қазір біздің үш такси қазір кетіп қалу керек, ол үшін тез ұрып алу керек. Давай. Уақыт жоқ, родной. Хотя бы Ресейден KFC-ін жеп көрейік енді. Уф, қарын тойды. Қарын тойды ма? Тойды ма? Қарын тойды. Так, біздің такси қандай? 07-ші район. О? Вот. Лупарикпен жылжиын деп атып қой, Оралский. Самараның туры орта жүрегінде автовокзал дейтін райондамыз. Енді осы жерге жаңа келген болатынбыз, кішкене таксимен, енді ары қарап Оралға таксимен қайтамыз енді. Самара қаласының бір ұнаған жер достар, мына жерде троллейбустар бар екен, қараңыздаршы, кетіп бара жатқан. Көрініп тұрмас жер камераға жоқ па? Троллейбустар бар екен. Кішкене жол ережелері басқаша, қала, үлкен қала Алматы сияқтандай.
жарық, кең жолдары. Чем Тольяттиге қарағанда Самара ұнады маған, көңілден шықты. Алтай достар, менеке кеше түнде аман-есен өзіміздің елге оралдық. Орал қаласына да келіп қалдық. Кеше Орал қаласына келіп, шашап келгеніміз соншалықты видеоға түсіруге де шамамыз жеткен жоқ. Мінекей біз қазір енді тұрып есімізді жиып қайда кетіп баратырмыз? Елімізге, отанымызға, дәл ары қарап туып өскен жерімізге. Туып өспек емес, ешкіммен емес шығар. Астанаға қарап пойызбен аттанғалы тұрмыз, бірақ мына жерде қараңыздар. Ақжайық футбольный клубтың қасына кетіп баратырмыз. Енді Оралдың футбольный командасы Ақжайық шығар, білетін шығарсыздар өзіңіздің нелеріңізді. Егер де кімдеген біздің Орал қаласынан көретін оқырмандарымыз болса, мінекей осы жолмен кетіп баратырмыз. Кеше вроде Самара, Тольяттиларда қар жоқ еді. Оралға келсек қар болып тұр енді біздің Қазақстан дейтін. Моз болып отыр. Және де бір байқағандарыңыз, біз бірден жаңағы Ресейге ұшқан кезде 3 сағат артқа қарап кеттік. Одан кейін Тольяттиға жылжыған кезде 2 сағат артта. Оралға келдік 1 сағат артта, ертең өзіміздің елге барамыз, өзіміздің сағат 00 болады. 00. Бұл жақта пойызбен Астана қаласына баратын болсақ, обычный жай пойыздары, обычный қарапайым пойыздары бізде қанша 40 сағат па? 40 сағат. 40 сағат жүреді екенбіз. 40 сағат дегеніміз бір күн, 2 түн. Ойлаңыздаршы, пойызда 2 түн ұйықтайсың. Сол себептен енді итак өзіміз жолмен жол шаршап келіп жатқаннан кейін олай 40 сағат жүргіміз келмеді. Тальгодан алдық. Тальгоның өзі оңай емес. 26 сағат. 26 сағат дегеніміз бұл бір күн 2 сағат. Еще бір жағынан кішкене Ресей қаласынан ауырып келіп жатқан жайымыз бар. Қолымызда макси чайымыз бар. Алтай достар, мінекей жағасылап жайғасып алдық. Ал енді Құдай қаласа Астана қаласына 26 сағатта жетіп баратын боламыз. Өмірімде шынымды айтайын, мен сіздерге мына жерде камераның алдында шынымды айтайын, ана Тальго дейтін пойызда алғаш рет отырмын. Бұрын соңды қарапайым пойыздармен Сарыағаш, Астана арасын жүре беретін едік. Анда Тальго дейтін пойызда бірінші рет, іші кішкентай тар екен, бірақ десек те қатты жүреді екен. Анда майда шүйде ауылдарға тоқтай бермейді да, ірі қалаларға тоқтайды, болды сонда ұшаға береді ғой. Мемлекет шыңғы сөйгенбіз 2 үстіңгі орынды алып алғанбыз. Яқта жатыр мынау. Чина. Өтірік ұйықтамасай, тұрсай. Өтірік ұйықтамашы өйтіп. Еркелемеш өйтіп. Қойшы, Чина. Еще ана жақта бір байқағаннан қараңыздар. Обычный пойызда тамақ ішетін стол мына жерде болады. Тальголарда прикинь. Әр адамның өзінің отыратын орнында мынандай стол тақтай болады екен. Тамағын жейсің, жеп болғаннан кейін салып қоясың, қайтадан кроватыңды түсіріп жата бересің. Ал осылай кетіп баратыр. Енді Құдай қаласа Астана қаласына жетеміз. Сонымен біздің былай Ресейде шарлап қайтқан влогымыз да өз мәресіне жетіп отыр. Москвадан барып, одан былай Тольяттиге келіп, одан Самараға келіп. Келдік па, наконец-то. Мына суықты айтам да, Кәдімгі Россия жақта бізде андай, бізде ғой Россия жақта. -2, -6 еді, мына жақта -22 Астанада. Бірақ Астананың суығы ауыртпайды адамды. Сухой. Россияға барып кішкене ауырып келіп жатқан жайымыз бар. Ана погода влажный, кішкене ауырып, тұмауратып. Енді емделу керек. Влогтан көріп жатқан шығарсыздар, ұзақ жолда почти айтқанда бұл картадан қарайтын болсақ, бір Европаны шарлап келетіндей жер екен. Ал мінекей достар, осымен өз отанымызға жеттік, өз қаламызға оралдық. Бүгінгі біздің влогты өз мәресіне жетті. Егер де сіздерге ұнаған болса, лайкты аямай басыңыздар, арнаға жазып кетіңіздер, комментарий келіп пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз, жай ғана келесі кездескенше аман сау болыңыздар.